алаңда төлесіп жатқан жігітті көріп, осы жігіт маған керек дейді. Сен өз ақшаңды жоғарыдағы спонсордан аласың, бар дейді. Сол кезде жоғарыға келіп, сіз ба спонсор маған ақша беретін, мен ақшам қайда деген кезде қыздың түрін көріп жігіт шашалып қалады. Сен осыдан 6 жыл бұрын жоқ болып кетіп, енді қай бетіңмен келіп тұрсың деп қызды танып, қыздың бетіне ұстап жұлқылаған кезде қыз оған карточкасын көрсетеді. 10 миллион доллар берем, 3 айға менің күйеуім боласың, сенен бала сүйгім келеді дейді. Неге менен бала, өзіңнің 2 балаң бар, байларға бала табу оңай ма деп ашуланады. Сол кезде қыз ауылға келіп, мен Хеюченнің қалыңдығымын деп ауылдағы тұрғындармен танысып. Жоғал бар, сенің 2 жетімегіңе мен әке болмаймын деп. Хеючен қызды қуып жібереді. Сол кезде ауылдың тұрғындары да, бұл кім, сенің 2 балаңмен Хеючен сен не істесін? Хеюченнің қалыңдығы тек қана Вэнли болады деп Хеюченнің артынан жүгіріп жүрген қызды көрсетеді. Сен маған 10 миллион бермек түгіл 100 миллион берсе де мен сенің 2 балаңа әке болмаймын деген кезде шапалақпен тартып жіберіп, машинаға келіп жылап отырады. Бояның егіз баласының сыңары ұлы Цян хронический лейкозбен ауырады екен. Баласын аман алып қалу үшін дәрігер қайтадан балалы болуын сұрапты. Сүйек кемігіне операция жасау үшін. Боян Хеюченмен осы себептен жүкті болғысы келген, яғни баласын аман алып қалу үшін. Оның құрбысы да, неге сен әкесі екенін айтпадың, баласы екенін білсе құтқарады ғой деген кезде, жоқ, мен оған әзір айта алмаймын дейді. Ал Вэнли болса, сен Хеюченді босат, ол сенің 2 жетімегіңе әке болмайды деген кезде бір шапалағын беріп, сен менің балаларыма дұрыстап қарайтын боласың келесіде деп ашуланып кетіп қалады. Сөйтіп екеуі той жасамаймыз, ешқандай мүлікті бөліспейміз, және де менің анамның көзінше шынайы келін боласың деп екеуі келісім шартқа қол қойып, некелерін қияды. Ауылдағы тұрғындарға да, Боян менің енді отбасым, менің әйелім, маған әйелім ретінде қараңдар деп таныстырады. Боян осы ауылдан үй сатып алып, балалармен бірге, барлығы бірге тұрып жатады. Сыртынан қарап тұрып Хеючен, біз 6 жыл бұрын бірге болған сияқты едік, мына балалар 5-те. Бәлкім осы 2 бала менің балам шығар деген ойда келеді. Ал Боян болса, Хеюченмен бірге болу үшін, яғни жүкті болу үшін қолынан келген барлық амалды жасап жүреді. Ертең Хеючен балдарды мектепке алып бара жатқанда, біз ешқашан әкемізді көрген жоқпыз деген балдардың сөзін естіп, рас па? Шынымен көрген жоқсыңдар ма деп таңғалып, уайымдамаңдар, енді мен сендердің әкелерің болам. Енді біз бірге бақытты тұратын боламыз деп балдарды бір қуантып қояды. Осы сәтте үйде қалған Боянға танымайтын адамдар хабарласып, сенің ұлың мен қызың бізде, бізге 1 миллион ақша алып кел деп қорқытады. Боян ақшаны алып барған кезде, оны Боянды жібермей тиісіп жатқан кезде, артынан Хеючен де жетіп келіп, егер саған төбелес керек болса, менің өзіме хабарлас, менің әйелім мен балдарымды мазалама деп айтады. Сол кезде бұл жерден оңайлықпен кетпейтіндерін біліп, қалайда төбелесесің деп оларды жібермейді. Сол кезде Боян айтады, төбелес, мен саған сенем деп. Жеңсең өз намысыңды қорғайсың дейді. Сөйтіп Хеючен төбелеседі. Бірақ та қанша төбелессе де бұларды жібермейтінін біліп, бұл екеуі қашып кетеді. Әрі қарай сол кезде қызға айтады, сен бар қаша бер, мен қалайда өзім құтылам деп. Қызды кет деп қызға Боянға айтады. Боян бірақ компаниясына адамдар хабарласып, Хеюченді құтқарып алады. Осы кезде қайдан шыққаны белгісіз Боянның бұрынғы жігіті Танзи пайда болады. Балдарын көтеріп үйіне әкелуге көмектеседі. Үйіне келсе, Хеючен, Вэнли екеуі бірге тұрады. Оны көрген Боян, сендерге біз кедергі болмадық па деп қызғанып қалады. Сен өзің қайда жүрсің, уақытқа қарадың ба деп Хеючен де ашулы түрде. Осы кезде Танзи, мен сенімен ажырасқан кезде сенің осындай жігітке тап болатыныңды білгенде сені ешкімге жібермейтін едім, сені тастамайтын едім деп өзінше болып тұрған кезде Хеючен балдарын алып, 30 секунд берем сөйлесуіңе бұрынғы жігітпен, сосын үйге кір деп кіріп кетеді. Үйге келгеннен кейін, сенің балдарының шын әкесі кім, айтшы, неге ажырастыңдар деп сұрайды. Бірақ Боян жауап бермейді. Ертесіне тағы да, сен мені не үшін таңдадың, менен не үшін балалы болғың келеді деп сұрақ қойған кезде, Боян ойынға айналдырып, саған не керек, сен мені шынымен жақсы көріп қалдың ба деп ойынға айналдырып жібереді. Сөйтіп, бұлар ертесіне кешкі астан кейін отбасы болып, бақытты болып отырған кезде, балдарының әкесімен қуанышын көріп, Боян қан деген бәрібір жібермейді екен ғой деп сырттарынан сүйсініп қарап отырады. Таң ертең Боянға суық хабар келеді, балаң ауырып қалды деген. Бұны естіген Боян ауруханаға жүгіріп, артынан Хеючен де барса, Танзи мен Боянның сөзінің соңғы сөзін естіп қалып, мен балдарға да саған да қамқор боламын деген сөзін естіп, бұл деген шынымен балдардың шынайы әкесі екен ғой деп ойлап Бояннан сұрайды. Балдардың әкесі осы ма? Айтшы деп, бірақ Боян саған не керек деп жауап бермейді.
Сосын Хеючен ашуланып, сен неге маған жауап бермейсің? Сен мен үшін маған 10 миллионды осы Танзиді өзіңе бұрынғы жігітіңді кек алу үшін бердің ба ақшаны деп ашуланып ренжіседі. Бірақ та бұл ашудан кейін барлығы басылып, Хеючен мен Боян ары қарай тойларын жасайды. Шағын өз орталарында тойларын жасап, Боян енесіне шай ұсынып, енесінің батасын алады. Сол кезде Вэнли тұрып, осы тойдың бәрін өзі ұйымдастырған Боян, Хеючен, сен Боянды жақсы көрмейтін сияқтысың деп сол жерде күмбір-замбір әңгіме болып кетеді. Сол әңгіменің аузын жабу үшін Хеючен Боянды барлық жұрттың көзінше сүйіп алып, барлығын аузына қақпақ болады. Тойдың ар жағы керемет түнмен жалғасады. Келесі бір күні Хеюченге чемпиондар күресіне шақыруға келдім деп, бұрынғы 6 жыл бұрын жала жауып күрес саласынан алыстатқан Будзиян деген жігіт келеді. Маған бас тартқан адамдардың жағдайы не болатынын білесің деп, қолына әйел бала-шағасының суретін ұстатып кетеді. Ол менің әйелім емес деп хабарласа да, ол әйел бала-шағасын қорқып, өзінен алыстатпақ болады. Мен осы жерден келісімшартты тоқтатамын, менің үйімнен кет деген сөйтіп Боянға айтады. Бірақ та Боян оған сенбейді. Сен айтшы, қандай жағдайға тап болдың деседі. Жоқ, сен өзіңді кіммін деп ойлайсың? Мен сенен бас тартамын, кет деп екеуі ұрсып қалады. Келесі күні Хеючен Будзияның сазайын тарттыруға барған кезде Будзияның өзінің әйелі Боянның інісі екенін біліп таңғалып келеді. Яғни екеуінің әкесі бір екен, аналары бөлек болғанмен. Бұл жағдайды естігеннен кейін Хеючен үйіне келіп ашуланып Боянға бетіне карточкасын лақтырады. Міне, мен маған берген ақшаның барлығын қайтарам, көзіңді жоғалт енді, жоқ бол деп. Келесі күні Боян інісімен сөйлесуге барып, Хеючен ол мен тек келісімшарт бойынша ғана күйеуім дейді. Дәл бұл сөзді Хеючен де айтқан, бірақ ол сен үшін барлығына да әзір. Сен үшін ол чемпиондар күресіне де қатыспақшы, және де ол күресте ол міндетті түрде жеңілетін болады деп тарқылдап күліп, апасын мазақ қылады. Осы сәтсіз күресінен кейін Хеючен мен Боянның арасы қайтадан жақсарып, екеуінің қарым-қатынасы түзеле бастайды. Хеючен Бояннан кетпеуін, мәңгі қасында болуын өтінеді. Екеуінің бақытты сәті көпке ұзамай, Вэнли Хеючен мен Боянның арасындағы келісімшартты тауып алып, Хеюченнің анасына көрсетеді. Оны көрген анасы уайымдап ренжіп Боянға ұрсады. Мен сенің балаларыңды туғандай көріп жүрсем, сенің істегенің осы ма деп Хеючен анасына түсіндіреді. Келісімшартқа өз еркімен қол қойған, және де қазір олар бір-бірін шын сүйетінін түсіндіріп айтады. Қазір Боян менен жүкті деген кезде анасы бір бет анықтаманы беріп, міне саған жүкті деп, жүкті емес екенін анықтайтын анықтаманы көрсетеді. Оны көрген таң қалады. Ал Боянды сен жүктісің деп алдаған өзінің бұрынғы жігіті Танзи болатын. Боян Танзиге ренішін білдіріп, мен сені жақсы көрмеймін, жақсы көрмегенмін деп айтады. Түскі ас кезінде Хеючен өз жайлы бұрынғы чемпион жеңілді деген жаңалықтарды естіп, көңіл күйі түсіп кетеді. Боян бар танысын салып, Хеюченнің қалай да жала жапқанын ақтап алады. Екеуі бір-бірін түсініп, біріне алғысын айтып, махаббаттар ашылып кетеді. Ал мына жерде Хеюченнің анасы жаңалықтардан Боянның әкесі кім екенін біліп, және оның өзінің күйеуінің өліміне қатысы бар екенін біліп, Боянды жоғал деп итеріп жібереді, және де өзі жүрегі ауырып, ауруханаға түсіп қалады. Осы ауыр халге түсіп, оған операция жасайтын адамның қазір зейнетке шығып кеткенін естігеннен кейін, бірақ та ол адамға Боянның әкесі хабарласатынын біліп, Боян әкесіне барып тізерлеп тұрып көмек сұрайды. Қалай да менің енемді құтқарып аман алып қалшы, сіздің не айтсаңыз да айтқаныңызды орындаймын деп. Бірдің астында тұрып Боян салқын тиіп ауырып қалады. Ауруханаға операция жасауға дәрігер келгеннен кейін Вэнли мен тауып келдім дейді. Қасындағы көршісі, әне көрдің ба, сенің әйелің осындайда жоқ болып кетті. Вэнли болса сенің анаңның қасында дәрігерді тауып алып келді деп өздеріне осы жерде очко жинап өздерінше мақтанып жатады. Анасы есін жиғаннан кейін Вэнли мен Юнченді шақырып алып, екеуінің қолдарын бір-біріне ұстап, сіздер бақытты болыңдар, мен Боянға қарсымын дейді. Юнчен Ченвелиді дәлізге алып шығып сөйлесейік деген кезде қыз жігітке жабысып атқанын Боян көріп қалып, бұндай әрекеттеріңмен бізді ажырата алмайсың, біз бір-бірімізге сенеміз, бір-бірімізді жақсы көреміз деп жауап береді Боян. Компаниядағы қызметкерлерден әкесінің Танзи мен өзін атастырып қойғанын біліп, Боян әкесіне барып сұрайды, бұның өзіне деп. Сол кезде әкесі айтады, сен Хеюченнің анасына көмектескенім үшін және де ары қарай да анасы ем алсын десең, онда осы шартыма көнесің, Танзимен бірге боласың дейді. Хеючен үшін Боян Танзимен атастырылуға келіседі. Осыдан кейін Боян Хеюченді өзінен алыстатпақ болады. Екіміздің арамызда ештеңе жоқ, енді маған жолама, екіміз екі жаққа кетеміз дейді. Бірақ Хеючен сен оны жақсы көрмейсің ғой деседі. Онда тұрған не бар? Танзи менің компаниямның дамуына көмектеседі, ал сенің маған берерің ешқандай жоқ деп, екеуі жүректері жаралы болып екі жаққа кетеді. Хеючен үйіне барып, өзінің әкесінің өліміне Боянның әкесі Бухенхуй кінәлі екенін білгеннен кейін
анасының балам керек емес бұл істі қозғама дегеніне қарамастан Бухын күйге барады. Боянның әкесі Хэйюченнің өзінің досының баласы екенін біліп, өзінің қателігін мойындап, компаниясының акцияларын соның атына жазып береді. Және де досы екеуі баламызды бір-бірімізбен атастырамыз деген сөз беріп қойған екен. Осы сөзді есіне түскеннен кейін әкесі Боян мен Танзының арасында той болмайтынын Танзыға айтқаннан кейін Танзы Боянның әкесіне суына дәрі қосып беріп, әкесі ауырып қалып комаға түсіп қалады. Боян Хэйюченнен күмәнданады. Әкеме сен қастандық жасадың ба деп. Не үшін саған акцияларын жазып берді дегендей күмән туады. Ал Хэйючен болса Танзыден күдіктеніп Боянның үйіне өзінің адамдарын алып келіп, Бухын Хэйдің бөлмесіне менің рұқсатымсыз ешкім кірмесін деп бұйырады. Ал Боянға бұл ұнамай, бұл менің үйім, сен менің үйімде неге билік жүргізесің дейді. Ұмытпасаң, мен сенің әлі күйеуіңмін, ал мен өз міндеттерімді орындап жатырмын дейді. Хэйючен Бухын Хэйдің бөлмесінен тыңдау құрылғысын тауып алады және оның Танзының орнатқанын сезеді. Хэйючен Боян мен Танзының әңгімесін естіп қалып, яғни Боянның баласының лейкозбен ауыратынын біліп қалады. Балалардың әкесі кім? Танзы емес пе? Ол донор бола алмай ма деп сұрайды. Балалардың әкесі Танзы емес екенін білгеннен кейін Хэйючен мен қалай да донор табамын деп уәде береді. Келесі күні Танзының Бухын Хэйді өлтірейін деп жатқанының Боян үстінен түседі. Әрине, Хэйюченнің көмегімен Боян әкесін аман алып қалады. Осы кезде ауруханадан хабарласып, донордың табылғаны жөнінде жақсы жаңалық айтады. Ауруханадан шығып келе жатқан кезде Боянды баласымен бірге Боянның інісі Будзенян мен Чен Венли екеуі бірігіп ұрлап алып кетеді. Будзенян Хэйюченге хабарласып, сенің ұлың мен әйелің менің қолымда деп шақырады. Будзенян Хэйючен келгеннен кейін, сен менің компаниямды алдың, менің компаниямдағы акцияларымды алдың, менің үйден кетуіме де сен себепкер болдың, мен осының бәріне кегімді алам деп ренжіп, ашуланып және де Боянның отырған машинасына от қойып кетеді. Ал Хэйючен болса, қалайда Боянды құтқарып, аман алып қалып ауруханаға алып келеді. Ауруханаға келгеннен кейін Боянның ұлы Цянға дереу арада қан керек болып, Хэйючен қан тапсыруға бара жатқан кезде Танзы амалсыздан Хэйючен сен донор бола алмайсың, сен өйткені баланың туған әкесісің дейді. Бұл жаңалықты естігеннен кейін Хэйючен есеңгіреп қалады. Боянның егіз баласы өзінің туған балдар екенін біледі. Венли келіп кешірім сұрайды, бірақ та кешірмейді ол. Сен менің балам мен әйелімді өлтіре жаздадың, құры көзіме көрінбе жоғал бар деп қуып жібереді оны. Арада 2 ай өтіп, барлығы ауруханадан шығып жазылып шығады. Бухын Хэй да есін жинап, Юченнің анасына келіп кешірім сұрайды өткен істері үшін. Күйеуінің өліміне себепкер болған үшін кешірім сұрап, барлығы бір-бірін кешіреді. Хэйючен өзінің кәсібін, яғни спортын қолына алып, күреске шығады. Күресте жеңімпаз болып, өзінің жеңісін Боянға арнап тұрмысқа шығуын өтінеді. Сол кезде балаларынан да өзінің осы кезге дейін қастарында болмаған үшін кешірім сұрап, балалардың әкесі екенін мойындап, барлығы бір-бірін құшақтап бақытты болады. Хэйючен мен Боян тума-туыс дос-жарандардың арасында той жасайды. Хэйючен тойдың үстінде Боян, мен сені жақсы көрем деген кезде, Боян болса Хэйюченге мен саған жақсы жаңалығым бар деп, өзінің жүкті екенін айтып, Хэйюченді тағы бір қуантады. Осымен біздің сериалымыз аяғына да жетті. Қош сау болыңыздар.